Хабарымызды жалғастырамыз. Семейлік өрт сөндіруші күнделікті қызметін видеоға түсіріп танылды. Семей қаласы номері 7-ші өрт сөндіру бөлімінің қарауыл бастығы Елдос Нұртазаев өрт сөндіру сәтін бейнеге түсіріп, әлеуметтік желіде қызметі жайлы ақпаратпен бөлісте. Заман талабына сай хобби таңдаған жігіт туралы келесі бейнематериалда. Елдос Нұртазаев азаматтық қорғаныс саласында қызмет еткеніне бірнеше жыл болды. Аудандық өрт сөндіру бөлімінде қызметін бастаған жігіт бүгінде Семей қаласы номер 7-ші өрт сөндіру бөлімінде қарауыл бастығы. Бір ерекшелігі жаны шығармашылыққа жақын. Түрлі видео мен сурет түсіріп, әлеуметтік желіге салып отырады. Басты тақырып өрт сөндірушілердің күнделікті қызметін еш боямасыз көрсету. Түсіру себебім өйткені енді естисіз көбінесе пожарныйлар сусыз келеді, өрт сөндірмейді деген сол сұрақтарға көбінесе жауап беру үшін елге өз көзімен көрсін деген ниетпен түсіріп жүрмін. Бірақ қазір халық көп жазады, молодец деп, Алла разы болсын сіздерге деп, қазақтың қазіргі батырлар, қазіргі заман батырлары деп, сол қарапайым халықтың ойын өзгерту мақсатында осындай ниетпен түсіріп бастаған болатынмын. Елдос өрт болып жатқан орыннан да бейне жазба жасауға тырысады. Қалың түтін мен қызыл жалын арасынан адамдарды құтқару, буынмен өрт ортасына кіру, өртке оранған нысанды көпіршікпен өшіру. Осындай сәттерді Елдос жасаған видеолардан көруге болады. Өрт кезінде көбінесе түсірмеймін, енді қол босамайды, балалар көмектесу керек. Ол жерде мен жалғыз өзім емеспін. Қарауыл басты болғаннан кейін әр өртке барған кезде ең бірінші біз өрт жетекшісі болып біз боламыз. Сол өрттің қалай болғанын біз осы жоғары жаққа беретін болатынбыз. Сол үшін бұндай өртте қатты көп түсіре қоймаймын. Демалған кезде түсіремін. Секундтар болады, сол кезде алып түсіремін болды. А так былай кәдімгі өртте кірген кезде олар қатты түсіре қоймаймын. Бородулиха ауданында ауқымды өрт кезінде жаңбыр сұрап дұға жасап отырған өрт сөндірушінің суреті әлеуметтік желіде ілезде тараған еді. Бұл суретте де Елдос бейнеленген еді. Осы орман өрті кезінде де халыққа тың ақпарат пен мағлұмат беріп, өрт сөндіру барысы туралы Елдос айтып отырды. Бұл кезде әлеуметтік желі қолданушылары жеке парақшасынан көз үзбей өрт сөндірілді деген сөзді күтіп отырды. Ең қауіпті мамандықтарының бірі өрт сөндіруші қызметі деп бекер айтылмаған. Нағыз ер азаматтарға тән мамандық қайратлық пен батылдықты талап етеді. Ал олардың еңбегі тек соңғы қайғылы оқиғалардан кейін бағалы екенін түсінгендей болдық.